Сәтемір 7 жасар күнде атасына жетім қалыпты. Күндердің бір күні Сәтемір далада ойнап жүріп, бір ескі тамның түбінде шаршаған соң, сүйеніп жан-жағына қарап жатса, бір аяғы ақсақ құмырсқа тамның төбесіне қарай өрмелеп барады екен. Орта шеніне барғанда құлап түседі. Тұра салып, тағы да өрмелейді. Манағдан гөрі жоғарырақ барғанда тағы құлап түседі. Үшінші рет құмырсқа және тырмысады. Ақыр бар күшін салып, қисая-мисая барып, тамның төбесіне шығып кетеді. Мұны көріп Сәтемір ойға қалады. Құдай тағаланың жаратқан жан-жануарының ең кішкентайы осы құмырсқа екеш, құмырсқада тынбай жұмыс істеп жүр. Өзі ақсақ, бір тырмысып, екі тырмысып, шығылып, сонда да қоймай ақырында мұратына жетті. Тамның басына шықты. Мұны көріп отырып, менің де талап іздемей, жұмыссыз ойнап жүргенім ақылсыздық екен, деп ойынын тастап, қалаға барады. Қалада бір зор білімді, оқымысты адам бар екен. Соған үй сыпыруға жалданып ақысына оқу оқыптымыз. Ақырында сол Сәтемір асқан данышпан, айдай әлемге патша болған екен.